Ассалаумағалейкум, құрметті Шардара Биогумус каналының тұрақты көрермендері. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға, құрметті қазақстандықтар. Ағайындар, біздер осы жерде қарбыздың көшетін егіп өсірумен айналысамыз. Қарбыздың көшеттерін біздер осындай стеллаждарға егіп жатырмыз. 8 жылдық тәжірибемізбен өздеріңізбен бөлісіп кеткіміз келіп отыр. Міне сол себептен ағайындар, стеллажымыз осындай. Міне қазір қарбыздың стакандарының өзі. Осы стеллажда жерде өсіргеннен қарағанда үлкен мүмкіншіліктері бар. Бұл қарбыздар жерде өскеннен қарағанда осындай стеллаждарда өнімді мол айтады. Сосын пісу процесін жылдамдатып, және де осы стеллаждың үстінде тұрып, қарапайым көшеттер жерде тұрғандар 30 күнде дайын болса, бұлар 20 күнде дайындалады. Яғни біз 10 күн ерте шығара аламыз. Сосын тағы да айырмашылықтары, бұлар стеллаждың үстінде тұрғандықтан ешқандай жермен контакты байланыспайды. Тамыры мынау дренажный отверстиясы арқылы жерде тұрған көшеттер жермен контакты байланысып өтіп кететін болса, бұлар ешқандай темірдің үстінде тұрғандықтан ары қарай өтіп кетпейді. То есть өзінің ақ тамыры өзінің стаканның ішіне жақсы полноценный жақсы айналып, корневой системасы даму үшін жұмыс жасайды бұлар. Ертең полияға барған кезде осы көшеттердің ешқайсысы сынбай, өлмей, ешқандай потеря затрат болмай, инвалид болмай барады көшеттер. Ал енді жерде өскен көшеттердің өмір сүруі 40-60, яғни 60% өмір сүріп кетсе, 40% көшеттің өліп қалуы да мүмкін. Сол себептен осындай стеллаждарға егуге кеңес берем. Осындай стеллаждарға бастамаған диқандар болса, осындай стеллаждармен бастаңыздар, өнімді мол алыңыздар, ал диқаншылыққа береке берсін.